Арыс қалалық білім бөліміне қарасты Арыс жалпы орта мектебінде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу тақырыбында жиын өтті. Жиынға мектеп ұстаздары, ата-аналар, оқушылар қатысты. Шара барысында құқық қорғау органдарының қызметкерлері кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу үшін ата-аналар мен ұстаздарды бірлесе жұмыс жасауға шақырды. Аталған жиынға Арыс ауданының прокуроры Қуаныш Анарбай, Арыс аудандық полиция бөлімі, желілік полиция қызметі, отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес тобының аға инспекторы Айжан Мырзахметова, Арыс қаласының білім бөлімі әдіскері Ақжарқын Кенжебекова арнайы қатысты. Кездесу барысында жастар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, балалардың өз-өзіне қол жұмсауы, отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өзекті мәселелер көтеріліп, ата-аналарға ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Күмәнді, бұл айтқан приложение, ойындар көп, күмәнді ойындар. Ішінде баланы өлімге итермелеуі мүмкін. Өздеріңізге белгілі, осыдан 2 жыл бұрын «Синий кит» деген біраз танымал болды. Соның, дәл ол болмаса да, соның балама түрлері ойындар шыққан қазір. Красный дельфин, тағы сондай бір нәрселер. Ол жасөспірімдердің баланың психикасын өз-өзіне қол жұмсауға итермелейді. Жамбыл облысында осыдан бір 2 ай бұрын орын алған, бір мектептен 2 бала өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болған, телефон ақтара келеді, жаңағыдай күмәнді ойындар пайда болған. Оның бірден бір себеп салдарлы, ата-ана тарапынан телефон тексерілмейді, қарамайды. Енді өтірік емес, көп жасөспірім балдар телефонына пароль қойып қояды, мама папасы білмейді ол парольді. Бәріңіз бірден телефон қарап отырасыз деп айта алмаймын. Өтірік емес, ол телефон әпересіздер, әйтеуір қатарынан қалмасын деп өздерінің шаман шақырыңыз келгенше басқасы бір телефон әперіп қойыңыздар. Ары қарай ол телефон барысында кіммен сөйлесіп жатыр, ортасы қандай нәрселер көріп жатыр, например, қайда неғып жатыр, может біреулермен телефон арқылы ұрысып ерегісіп жатқан шығар, кейбір төбелестер телефон арқылы да. Қазір қоғамда жасөспірім жастағы баланың назарын аударатын түрлі қызықтар бар. Жай ғана әлеуметтік желіден бастап, бір бастап ойнасаң, соңы лудоманияға апаратын түрлі ойындар. Оның бәрінің бастауы бір ғана қалта телефоны. Сондықтан да ата-аналар баланың ұялы телефонын тым болмаса аптасына бір рет тексеріп отырғаны жөн. Күніне бір түсінемін, көп ата-аналар азынан кешкен жұмыста болады. Баласы жаңағыдай тәрбиелегенде болады, бірақ қараусыз қалады көп жерде. Ата-ана азынан кешкен бала шағым қатардан қалмасын, асырайым, жеткізем деген нәрсемен жұмыста жүреді. Сосын бала уже сәлде болса бостау болып қалады. Емін-еркін жүреді. Емін-еркін көп бала баяғыдай емес, қазір балалардың психикасы өзгеше. Сәл ұрса келсең, қазір тиктокқа кірсең, психологтар көбейіп кеткен өз алдына. Детский травма, балаға үйтіп сөйлеуге болмайды. Балаға бүйтуға болмайды, ертең үйтіп қалады деп. Кәмелеттік жасқа жетпеген балалар арасындағы құқық бұзушылық жиі орын алатын уақыт түнгі кезең. Дәл қазір жасөспірімдердің түнгі уақыттарда жұмыс жасауы белең алып отыр. Жасыратыны жоқ, беймезгіл уақытта жауапты кісінің қадағалауынсыз жүрген балаға сырттан келер қауіп те көп. Кәмелеттік жастың арасында олардың жалпы басты мақсаты білім алу. Қосымша жұмысты мүмкіндігінше ата-аналар енді мүмкіндігінше баланың болашағын ойласақ, қосымша жұмысқа жібермей, өздеріңіз көз алдарыңызда бақыласаңыздар, себебі бала біздің болашағымыз, олар сіздердің ары қарайғы өмір жалғастарыңыз. Егерде мысалы қазір құқық бұзушылықпен мектепшілік есепке алынса, 1 жылдан кейін оны жаңағы ішкі істер бөліміне есепке алынады. Ол егерде ішкі істер бөліміне есепке алынса, оның данные компьютерге енгізіледі. Сол себепті мүмкіндігінше сондай жолға жібермей, өз баламызды өзіміз тәрбиелесек, мектеп тараптан сынып жетекшісі бар, тәрбие саласының мамандары бар. Мінекей барлығымыз жабылып жұмыс жүргізсек, бала жаман жолға түспейді деген ойдамын. Жан-жақты қарастырсақ, бала бізде тәртіпті, тәрбиелі, өнегелі ұрпақ болып өседі деген ойдамын. Бала бәріміздің айнамыз ғой, енді мүмкіндігінше қолдау білдіріп, баламен жиірек сөйлесіп, жаңағыдай телефонын несін бақылап, бір мезгіл баламен сырласып, мұңдасын, жаңағы ойын білсеңіздер. Айта кетейік, мұндай іс-шаралардың көптеп өтуі жастардың құқықтық білімін арттыруға зор сеп болмақ. Сондай-ақ мектеп оқушыларын заңды сақтауға баулу, қоғамдағы тәртіп пен әділеттілікті нығайтуға үлес қосады деп сенеміз. Жұмайым Абызбай, Дінмұхамед Әли, Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.